Соңғы дәрісте біз органикалық химия курсында қолданылатын анықтамаларды қарастырдық. Ал бүгінгі дәрісте біз органикалық молекулалардың құрылымына, көміртек атомның органикалық заттардың ішінде қалай орналасатынын тоқталатын боламыз. Сонымен әрине бүкіл әлем молекулалардан, молекулалар атомдардан тұрады. Органикалық химияның ең қарапайым және кең таралған анықтамаларының бірі органикалық химия бұл 4 валентті көміртек атомның химиясы деген ұғыммен қалыптасқан. Бұл жалпы рас. Бірақ әрі қарай жалғастырмас бұрын химиялық байланыс дегеніміз не екеніне тоқталайық. Физикалық химия курсынан сіз химиялық байланыстардың негізгі түрлерін еске түсірейік. Қысқаша еске түсіретін болсақ, иондық химиялық байланыстар бар. Яғни бұл жағдайда атомдардың электр терістігі жеткілікті үлкен болуы керек. Бұл коваленттік байланыстар, олар полярлы және полярсыз болып бөлінеді. Бұл әртүрлі дипіл-дипілдік өзара әрекеттесулер, мысалы сутекке байланысты қосылыстарды жатқызуға болады. Бұл ион дипілдік әсерлесу, сальвация әсері, яғни заттардың еруіне мүмкіндік беретін күш болуы мүмкін. Және бұл физикалық химия курсында бөлшектердің өзара әсерлесуіне байланысты қарастырылады. Химиялық байланыс құру үшін бізге 2 электрон қажет. Яғни химиялық байланыс әдетте 2 электроннан тұрады. Бірақ көміртек атомы өзінің электрондылығы бойынша орташа орынды иеленеді. Ол күшті электронегативті емес, және ол күшті электропозитивті атом емес. Бірақ бұл органикалық химияда, органикалық молекулаларда 4 валентті көміртектің химиясындағы сияқты химиялық байланыстардың абсолютті көпшілігі ковалентті. Олар полярлы да, полярсыз да болуы мүмкін. Коваленттік полярлық емес химиялық байланыс дегеніміз не екенін еске түсірейік. Бұл мүлдем 2 бірдей бөлшектен тұратын байланыс. Яғни бізде электрондардың тығыздығы атомдардың ешқайсына байланыссыз созылады. Бірақ бұл жағдай әрине асимметриялық молекулалар жағдайында нашар жүзеге асады. Сондықтан байланыстардың абсолютті көпшілігі ковалентті полярлы. Органикалық молекула қалай жұмыс істейді? Сіз валентлік деңгейіндегі көміртек атомында 4 электрон бар екенін есте сақтаңыз. Екеуі s орбиталда, бір жұп электрон және қос жұпталмаған p орбиталдарда орналасқан. Электрон, яғни көміртегі атомы 2s2, 2p2 конфигурациясына ие. Қозған күйде электрон s орбиталынан p орбиталға өткенде көміртек атомның осындай түріне айналады. Бірақ бұл жалпы алғанда нақты фактілер үшін жақсы түсініктеме. Атап айтқанда, метан молекуласында көміртек атомның валенттілігі 4. Бірақ барлық H байланыстарында эквивалентті. Ал бұл құбылыстың түсіндірмесін 2 рет Нобель сыйлығының иегері болған Линус Полик берген. 20-шы ғасырдың ортасында бұл американдық ғалым гибридтену теориясын немесе гибридті орбиталдар теориясын ұсынған. Ол мынандай гипотетикалық, яғни іс жүзінде болмайтын құбылысты ұсынды. Бізде көміртек атомның валенттілік деңгейін s орбиталында электронды және p орбиталда 3 электронды болғанда қандай да бір жолмен араласады. Олар 4 эквивалентті орбиталды құрайды. Оларды әдетте sp3 гибридті орбиталдар деп атайды. Және ол орбиталдарда бір-бірінен мүмкіндігінше алыс орналасатындай етіп орналастырылған. Бұл метан молекуласында идеалды тетраэдрлік молекулада сутегі, көміртегімен басқа сутек атомның арасындағы бұрыш шамамен 109 градус болатындығына әкеледі. Яғни, геометриядағы қарапайым ереже сияқты кеңістікте 4 нүктені бір-бірінен мүмкіндігінше алыстататын етіп орналастырамыз. Яғни, біз тағы да қайталайын. Бұл нақты процесс емес, гибридтену процесі емес, молекуланың гипотетикалық түрленуі. Содан кейін алынған 4 гибридті орбиталдар, sp3 гибридті орбиталдар химиялық байланыс түзеді. Органикалық молекулаларда негізгі көлем химиялық байланыстың 2 түрімен ұсынылған. Бұл сигма байланыс. Бұл жағдайда сигма байланыс арқылы біз келесі құбылысты айта аламыз. Электрондарды табу ықтималдығының максималды тығыздығы, яғни химиялық байланыс түзетін электрондар осы химиялық байланысты жүзеге асыратын атомдардың орталықтарының байланыстыратын сызығында орналасуы керек.
Сигма байланыс емес, барлығы пи байланыс деп атап жатқан, яғни бұл жағдайда орбиталдар осы виртуалды сызық бойымен емес, кеңістіктегі бір жерде өзара әрекеттеседі. Бұл біз sp3 гибридті орбиталдары құра алмайтындығымызға әкеледі. 1s және 2p орбитал көміртегі атомы үшін гибридті орбиталдарды қолдана отырып, бізге 3 валентлік беретін 3sp2 гибридті бұлтты құрған кезде мүмкін болады. Ал бір гибридтелмеген p орбитал басқа төртінші түзілуге өтеді. Пи байланыс органикалық молекулалардағы көміртек атомының күйінің үшінші нұсқасын sp гибридті орбиталдар. Бұл жағдайда 1s және 1p орбитал кеңістікте бір ось бойында, яғни бір сызық бойында орналасқан екі гибридті орбиталдарды құрайды. Бұл жағдайда максималды ығысу жүзеге асады. Ал кеңістіктегі екі гибридті емес p орбиталдар тағы 2p байланыс түзеді. Яғни бұл жағдайда екі көміртек атомның арасында үштік байланыс бар. Барлық мүмкін валентлік күйлерінің көміртек атомдарының мүмкін күйлерінің әртүрлілігі бұл бізге соңғы дәрісте айтқан және келесі дәрістердегі бірнеше рет қарастырылатын органикалық молекулалардың керемет мөлшерін береді. Яғни ұғымын береді деп айтсақ та болады. Органикалық молекулалардың құрылысы теориясының негізгі қалаушыларының бірі Бутлеров Александр Михайлович. Ол кісі 1861 жылы Бутлеров өзінің органикалық молекулалардың құрылысы туралы теориясын ұсынған. Бұл теорияның негізгі ережелері. Біріншіден, Бутлеров келесі идеяны ұсынды. Заттағы кеңістіктегі атомдар кездейсоқ емес, қатаң бір тәртіппен орналасады және атомдар валентліктеріне сәйкес бір-бірімен тізбектей байланысады. Сонымен қатар, молекуланың ішіндегі атомдар, сонымен атомдық топтар өте маңызды бір-біріне, яғни әсер етеді. Белгілі бір атомның химиялық қасиеті қоршаған ортаға байланысты өзгеруі мүмкін. Тағы да келесі дәрістерде біз бұны бірнеше рет көрсететін боламыз. Органикалық молекуланың құрылысын біле отырып, сіз бұл заттың химиялық қасиеттері туралы айтсақ, бұл заттың химиялық қасиеттерін болжай алатын боласыз. Және керісінше, химиялық қасиеттерді біле отырып, біз молекуламыздың құрылымы туралы айта аламыз. Заттық қасиеттерін молекуланың қандай атомдардан тұратын ғана тәуелді емес, яғни формулалардан, яғни молекулаларда 4 көміртек атом мен 10 сутек атомы бар деп айтуға болады. Шындығында бұл ақпарат толық бізге мағлұмат бере алмайды. Заттың химиялық қасиеті кеңістік құрылымдағы да байланысты. Яғни бірнеше жалпы құрылымдық формулалар бір формулаға сәйкес келуі мүмкін. Ал шын мәнінде органикалық химияда бұл химиялық әрекетті анықтайтын заттың құрылымы. Мұндай құбылыс бір формуланың әртүрлі құрылымдарының болуы мүмкіндігі изомерия деп аталады. Ал жалпы формуласы бірден немесе молекулалық формуласы бар, басқаша айтқанда, бірақ құрылымы басқаша заттарды изомерлер деп атаймыз. Изомерияның қандай түрлері бар? Изомерияның екі үлкен түрі бар. Бұл құрылымдық және кеңістік. Құрылымдық изомерия 4 кіші түрге бөлінеді. Бұл көміртек қаңқасының изомериясы, яғни кеңістіктегі көміртек атомдардың әртүрлі орналасуына байланысты. Бұл валентлік изомериясы, яғни кеңістіктегі атомдардың координаттарын бекіту арқылы біз осы атомдар арасындағы байланыстың орналасуын өзгерте аламыз. Мысалы, бензол молекуласы және девер бензол молекуласы валенттік құрылымдық изомерлер, яғни 6 көміртек атом орбиталда бір нүктеде орналасқан. Бірақ олардың арасындағы химиялық байланыс әртүрлі жолмен байланысады. Жалғыз шарт біз атомдардың валентлігіне қайшы келмеуіміз керек. Біздің есімізде көміртек 4 валентті, сутегі әдетте валентлігі 1, оттегі 2. Ал құрылымдық изомерияның 4-ші түрі функционалды топтың позициясының изомериясы. Функционалды топ бұл көміртегі немесе сутегімен және де басқа заттың негізі химиялық қасиеттерін беретін барлық маңызды топ. Сонымен бұл химиялық функционалды топ біздің органикалық молекуламыздың әртүрлі аймақтарында орналасуына мүмкін. Сәйкесінше біз әртүрлі химиялық қасиеттерді анықтай аламыз.
Кеңістік изомериясы сонымен қатар екі үлкен санатқа бөлінеді: энантиомеризм және диастеромеризм. Энантиомерлер бұл бір-бірінің формасында бейнеленген заттар, және оларда химиялық қасиеттер жиынтығы, ортақ химиялық қасиеттері бар. Жалғыз айырмашылық бұл сол энантиомерлерді химиялық қасиеттері жағынан, яғни бір кеңістік изомерлермен әрекеттесу кезінде биохимиялық трансформацияларды жүзеге асыруы. Бірақ бұл туралы кейінірек тоқталатын боламыз. Кез келген энантиомерлерді бір ерекше физикалық қасиеті бар. Жазықтық поляризацияланған жарық әртүрлі энантиомерлерді бар ерітіндіден өткенде бір бағытта немесе басқа жаққа ауытқуы мүмкін. Бірақ біз бұл туралы ары қарай өзіміздің дәрістерде қарастыратын боламыз. Өз кезіндегі диастеромерия тағы екі кіші топқа бөлінеді: сигма диастеремия және пи диастеремия. Сигма диастеремия бұл айна изомерлер түрінде, яғни энантиомерлер сияқты өмір сүре алатын молекулалар. Ал пи диастеремия мысалдарымызда сіз цис-транс изомериясының атауымен таныстыруға болады. Бұл қос байланыс бар заттарды әртүрлі жолмен орналастыруға негізделген. Ал келесі дәрістерде органикалық химияның классификациясы сияқты маңызды аспектісі туралы мәліметтерді айтатын боламыз.